Барыңызға сәлем. Бүгін ең оңай салаттардың бірін дайындаймыз. Алдымен картошканы ашып теркадан өткізіп аламыз және оны салқын суға салып 20 минутқа крахмал шыққанша қалдырамыз. 20 минуттан кейін судан жақсылап сығып алып, таза құрғақ майлықтың үстіне жайып қоямыз. Әбден құрғатып аламыз. Бұл шамамен жарты сағаттай уақытты алады. Әбден құрғап шыққаннан кейін құрғақ табаға салып, 200 градуста қызып тұрған пеште 15 минут аралығында пісіріп аламыз және аз ғана май құямыз. Менде ұзақ тұрып қалды, кішкене шеттері күйіп кетті. Шеті бірінші қызарып бастайды, мән беріңіздер. 2 жұмыртқаны қайнатамыз және осынша тілім шұжығы жетеді. Оны көбіктеп, ұсақтап турап аламыз. Мискаға саламыз және қызанақты да дәл солай көбіктеп турап аламыз. Қайнап пісіп шыққан жұмыртқаны да көбіктеп турап саламыз және майонезбен араластырамыз. Салатымыз осымен дайын. Тұз салмаймыз, шұжық пен майонездің тұзы жеткілікті. Үстіне ең бірінші пісіріп алған картошкаларымызды осылай қосамыз. Осымен бұл салат дайын, өте тез және үйдегі бар нәрседен жасалады. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.